Путиннің былжырақтарын, орыс шовинизмінің уларын Қазақстаннан басқа бірде-бір мемлекет таратпайды. Бүкіл қазақтың идеясын улап, шовинистік, империалистік теріс үгіт насихатын жүргізіп отырған, орысқа қарсы бір ауыз сөз айта алмай отырған халық жер бетінде тек қазақ қана. Мына тұрған өзбектің өзінде орыстар шарасыздан, амалының жоқтығынан өзбекше сөйлейді. Болмаса совет кезінде олар Ташкентте жақсы өмір сүрді. Жақсы өмір сүрді. Үйдің жақсысы, қызметтің жақсысы соларда болды. Итіне, мысығына дейін үй алды. Бірақ әрбір өзбек біздің қазақ құсап оларға тура емеше елжіреп, бүйрегі бүлкілдеп, махаббатпен қараған жоқ. Әрбір өзектің қабағынан, сусынан олар сескенді. Сөйтті де Ташкентте байырқалап тұра алған жоқ. Міне осыдан қазақтар ойлай берейік. Қазір Қазақстан дейтін өтірік формалды ғана мемлекетте жасап жатсыздар. Ол шын мәнінде Ресейдің бодандағы бір қарапайым елге айналды да қалды. Бүкіл Ресей тауары, бүкіл де Ресейдің үгіт насихаты, бүкіл Ресей телеарнасы, енді бүкіл Қытайға баратын мұнай газыңды да Ресей ұстады. Ал онсыз да Еуропаға сатылатын мұнай газы Ресейдің қол арқылы сатылып отырған. Өткенде ол газ құбырларыңды жара салды, ештеңеден ештеңе жоқ. Қысқасы, бәрі орыстың қолында. Енді кеп Қарағандыдағы үлкен кендерге дейін орыс келіп алып жатыр екен. Нен қалды қазақ? Бәрін үнсіз көніп отырсың. Бүкіл қызметті Ресейдің адамдары кеп алып жатыр. 130 мың орыс кіріп бопты қазір. Ол тағы ресми санақ. Бейресми санақта қанша орыстың кіргенін ешкім білмейді. Осының бәріне көніп отырсың ғой қазақ. Мынау рубль мен теңгенің қатысын үзбей қойды. Рубль мен теңгенің балансын ешқашан үзбей қойды. Енді содан барып не болады? Рубль деген не? Рубль деген Путин үшін алғанда кәдімгі әжетхананың қағазын басып шығаратын қағазды егер рубль басатын зауытқа жіберсе, ол рубль болып шығады. Егер ол әжетхананың қағазын басатын зауытқа жіберсе, ол кәдімгі әжетхана қағазы болып шығады. Рубльдің құны орыс үшін осыншалық қана. Оны бүкіл дүние жүзі санкциядан санкцияға салып, бүкіл алтынын, бүкіл қорын мұздатып жатқанда, оны қазақ қолдан ұстап отыр. Ал орыстар, Путиннің адамдар арнайы жасақтаған командасы сол әжетхананың қағазыменен бірде құнға ие рубльді принтерлерінен басып шығып, кәдімгі банктік ақша басатын банктерінен басып тонналап Қазақстанға алып келіп, бүкіл Қазақстанның бүкіл ірі қалаларынан жылжымайтын мүліктерді алып жатыр. Қымбат заттарды алып жатыр. Алтынды сатып алып жатыр. Долларды тауысып болды. Нен қалды қазақ сені? Кеніңді алып жатыр. Ол саған былайша айтқанда әжетхананың қағазын қолыңа ұстатып, бүкіл сенің жылжитын жылжымайтын мүлкіңді алып жатыр. Азаматтығыңды алып жатыр. Қызметке тұрып жатыр. Бүкіл құндылықтарымызды алып болды. Нен қалды қазақ? Соның бәріне үнсіз көніп отырсың. Ойланайықшы, сілкінейікші. Путиннің қуыршағы Тоқаевтан құтылмай, жақсылыққа жетпейтіндеріңді сезсеңіздерші, айналайын қалың елім қазағым, қара орман халқым, айналайын алты алашым.